Қайырлы күн достар, сіздермен осындай керемет болып шығатын беляшидің рецептісімен бөліскім келеді. Ашытқысыз айранда иленеді. Ұнап жатса жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге алдын ала електен өткізілген 570 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш саламыз, толтырмай. Тұз саламыз 1 қасық шай қасықпен. 1 үлкен ас қасық шекеріміз салып жақсылап былғап аламыз, араластырып. 80 грамм сұйық май қостым. 2 жұмыртқа қосамыз осындай. 250 грамм 2/5 айраның алдым. Кез келген айран ала берсеңіздер болады. Қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Бұл жерде бізде ашытқысыз дайындалады. Осылай тағы да бір қолмен илеп алдым, ыдыстан алып. Біздер ішіндегі салмасын жасай береміз. 400 грамм фарш, керегінше тұз, татымына қарай саласыз, қара бұрыш саласыз да осылай орташа жуа алдым. Майдалап турайсыздар, мясорубка я болмаса теркадан өткізсеңіздер болады. Мен осылай майдалап алдым. Паприка саламыз. Менде паприка шамалы қалған екен, барын салдым. 3-4 ас қасық сұйық май қосамыз да жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Кішкене жуаларым ірі болып кеткен. Негізі майдалап турасаңыздар болады. Қамырымыз тынып болды. Осылай мен 50 граммнан бөліп алдым. Бізде сонда 20 беляши шығады, шағындау. Жайып ортасына салмасын салып, осылай ортасына қарай бүктіріп жинаймыз да осылай басып жібереміз. Осылай жасай бересіздер. Көріп тұрғандарыңызда жаясызда ортасына салмасын салып, осылай бүктіріп жая бересіздер. Қатты өте қалын алып жүрмеңіздер, бет жағы піскен кезде шик болып қалады. Осылай бүктіресіз де басын қысып, ашылып кетпеуі керек. Қайтадан жайып шығасыздар. Духовкада пісірсеңіздер де болады. Майлы болмайды десеңіздер, асқазанға тиетін болса, духовкада пісіріп алсаңыздар өте керемет күшті екен. Негізі өзіме ұнады. Алдын ала майымызды қыздырып, жай отта пісіріп аламыз. Bir жер жақсы көтеріп, қамыр илеймін, ашытқысыз жасай бересіздер. Осылай беляшиларымызды салып аламыз да пісіре береміз. Жай отта пісіресіздер, әйтпесе шик болып қалады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қылып қызартып аласыздар. Қызартып ала бересіздер.
Біздің беляшыларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.